Біздің туған жеріміз Ақтөбе облысы Ойыл ауданы, аңыз әңгімеге бай мекен. Осы жер 19 ғасырда кіші жібек жолы өткен Көкжар ауылы деп те аталған. Бала кезімізде әжелеріміздің естіген бір әңгімені сіздерге айтып бермекшімін. Ертеректе мешіт маңында орналасқан ескі сарай маңында мынадай уақиға өтіпті. Кешке қарай көне сарайдың жанынан күндіз көп адам өтпесе де, кеш түсе ешкім жоламайды екен. Бір жылы күзде ауылдың бір жігіті кешкі құрым мал іздеп сол жаққа барады. Күн батып, айнала қарауыта бастаған кез екен. Ескі сарайдың тұсынан келгенде, мешіт жақтан ақырын ғана адамның жүрген дыбысы естіледі. Жігіт алғашында ауылдың біреуі шығар деп ештеңе ойламайды. Бірақ қараса, мешіттің көлеңке тұсынан жағынан ұзын ақ киімді әйел тұр екен. Беті анық көрінбейді. Шашы иығынан төмен төгіліп тұр. Әйел жігітке қарамай ескі сарайдың есігіне қарай баяу жүре береді. «Апа, кімсіз?» деп дауыстайды. Әйел жауап бермейді. Ол сарайдың қабырғасына жақындағанда аяқ дауысы бірден тоқтайды. Жігіт әрі қарай барып қараса, әйел жоқ. Бірақ сарайдың ішінен біреудің тырнағымен ағашты қырнағандай дыбыс шығады. Жігіттің денесі мұздап қоя береді. Артына бұрылып мешіт жаққа қарай жүре бергенде, жаңағы әйелдің дауысы дәл құлағының түбінен естіледі. «Мені неге шақырдың?» дейді. Жігіт артына қарауға қорқып, ауылға қарай жүгірген. Үйіне келгенде тілі байланып, ұзақ уақыт ештеңе айта алмай отырыпты. Сол оқиғадан кейін ауыл адамдары ескі мешіт пен сарай маңына кешкі уақытта ақ киімді әйелдің сұлбасы көрінеді деп те айта бастаған. Кейбіреулер оны ескі сарайда қайтыс болған әйелдің елесі екенін айтса, енді біреулер ол жердің иесі болуы мүмкін деп те жорамалдайды. Ертеден қалған осындай әңгімелер еске түскенде, әлі күнге дейін бойымызда қорқыныш билейді.